Қыздар сәлем. Біз 15-ші аптаға келдік. 15-ші аптада жалпы 14-ші аптадан қатты айырмашылық жоқ, бірақ бір айырмашылықтарды айтып жіберейін. Бұл кезде 15-ші аптада жалпы көбінесе әйелге қарағым келіп тұр. Бұл кезде ішіңіз үлкеюге байланысты ішіңіз қыши бастайды. Көбінесе бірінші туған әйелдерде іш қышып, іш шұбырлап, бір өзіңіз қызықтай сезінесіз. Ол дегеніміз ішіңіз созылып жатыр. Бірінші көмек не істеу керек теріңізге? Ертең ақ стриямен созылып кеткен туып болғаннан кейін іш болмас үшін күнде ішіңізді ылғалдандырып жүру керек. Ол дегеніміз маймен болса да оливковый масло бар, немесе әйелдерге арналған стрияларға арналған кремдер алсаңыз одан күшті болады. Стрияларға алдын алатын кремдері бар неше түрлі, немесе ондай болмаса қолдың кремдерін жағып жақсылап ысқылайсыз. Оны азанда немесе кешке жасауға болады. Әр жасар алдында ішіңізді жақсылап жуып тұрасыз. Кремнің үстіне крем жағуға болмайды. Және де осы аптада әйелдерде көбінесе пигментацияға бейім әйелдерде бұл пигментация пайда болады. Пигментация ол көз астында пайда болуы мүмкін. Жайлап нүкте түрінде, сепкіл түрінде пайда болады. Біріншісінде көбінесе егер сіз жазда екіқабат болсаңыз, жазда жүкті болып жүрсеңіз, көбінесе пайда болады сол кезде. Және де ішіңізде пайда болуы мүмкін. Және де ішіңізден астыңыздан неге қарай, кіндікке қарай осындай сызық болады. Пигментацияның енді шығып жатыр. Пигментацияның осы кезі деген белгі, ол сіздің астыңыздан ішіңіздегі кіндігіңізге дейін ұзын сызық болады. Пигментациялы қара қоңыр. Сол сызық пайда болып жатса, сіз өзіңізді қатты бейім ұстау керек. Оған SPF кремдер бетіңізге жақсаңыз болады жазда. Сол пигментацияға бейім болған әйелдерде көбінесе жаңағы SPF кремдер қыста да жазда да далаға шыққан кезде жағып жүру керек. Өйткені осы гормондардың әсерінен өте қатты қаптайды жаңағы пигментациялар көп әйелдерде. Және де ең қиыны бұл жүктілік кетеді, одан кейін туып болғаннан кейін, босанып болғаннан кейін ол кете ма кетпей ма, 50-50, яғни жарты әйелдерде кетіп жатады, жартысында кетпей қалып қоюы мүмкін. Сондықтан қыздар осыны бейім боламыз. Басымызға шляпа киеміз ба, немесе көзімізге очки кисек те, сыртқа шыққан кезде қатты сондай соған бейім болу керек. Сол өзімізге қарау керек. Ол кезде және де бұл кезде неше түрлі фитнес, мыналар жаттығулар жасауға бола ма? Жаймендеп жаттығулар жасауға болады, бірақ секіретін, галтель көтеріп неше түрлі ондай емес. Тек өзіңіздің жағдайыңызға байланысты жаймендеп қатты физикалық немесе қатты гир көтеретін ондайлар емес, секіретін емес, тек жаймен жаттығуларды жасауға болады. Және де бұл жерде баланың жағдайы туралы айтып кететін болсақ, бала апельсин сияқты, яғни 9 сантиметрден 11 сантиметрге дейін баланың үлкендігі, және де 50 грамм. Бұл кезде бала жалпы қалай дамып жатыр, соны айтып кететін болсақ, баланы жалпы өзінен 23 литрге дейін қан өткізіп отырады бір суткада. Баланың жүрегі жұмыс істеп жатқаны сондай-ақ. Және де бала көбінесе 10 сантиметрге дейін, одан асқан 1-2 сантиметр болуы мүмкін, және 50 грамм. Әр қызда әртүрлі баласы, яғни сіздің геніңізге байланысты. Егер күйеуіңіз үлкен болса, 10 емес 15 сантиметрдей болуы мүмкін. Ал егер кішкентай адам болсаңыздар, одан кішкентайлау. Әркімнің баласы, бұл жалпы орташа алған цифр. Және де көбінесе баланың бұл жерде активті басы өсіп жатыр. Басының жаңағы бас извилинасы дейді ғой, орысша айтқанда, ондай әлі пайда болған жоқ, бірақ басының миы сопағы бұрынғыдай теп-тегіс емес, шамалы осындай
бүкірейлеулер, қисықтар, майысқан нәрселер пайда болып жатыр басында. Және де нерв жүйесі, басындағы нерв жүйесі мен омыртқасының нерв жүйесі бір-бірімен байланыстары, нерв жүйесі жақсы дамып жатыр осы кезде. Және де асқазанында қалып жатқан жоқ. Асқазанында жалпы асты жүргізетін перистальтика жұмыс істеп жатыр. Перистальтика дегеніміз бір тағамды ішектен ары қарай алып жүру үшін жалпы ішектің қозғалып тұруын перистальтика дейміз. Сол перистальтикасы жақсы жұмыс істеп жатыр. Және де тері бездері жақсы жұмыс істеп тұр осының кезде. Және бала сыртқа несеп жалпы шығарып жатыр. Оны білетін шығарсыздар, енді моча деген сөз. Соны күніне 1-2 ретке дейін моча бөліп отыр 15-ші аптада. Және де балада көбінесе көп нәрсені қазір білет, сіздің дауысыңызды білу мүмкін. Қатты шығарып сөйлесеңіз, қатты айқайласаңыз, сонда кезде естиді. Бала барлығын естіп отыр. Және де көбінесе көзі жақсы дамып жатыр, яғни көзіндегі кірпіктері мен қастары жақсы дамып жатыр осы кезде. Және опорно-двигательный аппарат дейді, жалпы барлық сүйектері осы кезде басында дамып қойған шеміршек болып, осы кезде бұл көбінесе қатты болып сүйектеніп жатыр. Сол үшін сізде қатты бор жегіңіз кеп, немесе кесек жегіңіз кеп, әк жегіңіз келіп, сондай сезімдер болуы мүмкін. Егер ондай сезімдер болып жатса, сізде кальций жетіспеушілігі бар деген сөз. Және де әйелдер көбінесе аяғы судорог болып жатса, аяғыңыз қатты судорог ұстап, бір аяғыңызды жаза алмайтындай болып қалсаңыз, ол кезде сізде магний немесе кальций жетіспеушілігі болуы мүмкін. Сондықтан поливитаминдер ішкен дұрыс, және де жақсы тағамданған дұрыс қыздар. Өйткені осы кезде бала, сіздерге айттым ғой, көлемі өседі. Жаңағы дамымаған жерлері дамып, әрі қарай дами береді, және де көбінесе сүйектері қатаяды, басы өсіп жатыр. Сондықтан келесі айтатынымыз, бұл кезде выделение туралы айтып өтсек, барлығы мен осы календардың барлығында айтып жүрмін, күнтізбелердің бәрінде айтып жүрмін. Қыздар, егер сіздерде қатты ауру сезім болса, не істеуге болмайды сіздерге? Ауыр көтеруге болмайды, және де қатты стресстік жағдайда болуға болмайды. Оның барлығы балаға беріледі. Неге? Өйткені біз барлығы адам жалпы бұлшықеттен тұрады. Бұлшықет не істейді? Сіз егер қатты айқайлап көріңізші, бұлшықетіңіз не істейді? Қатайып қалады. Сол сияқты жатыр деген дәл бұлшықеттен жасалған. Сондықтан ол да қатайып қалады. Сондықтан ерте туып қою немесе плацентаның отслойкасы болу, соның барлығы стресстен болады көбінесе. Сондықтан стресстік жағдайлардың бәрін былай алып қоямыз. Сондай жағдайлар болдырмау керек. Және де ауыр көтермейміз қыздар. Сондықтан осындай болмаса барлығы жақсы өтеді. Және де көбінесе бұл кезде жаңағы маткадағы ауру сезімдерді айттық. Және де сізге өзіңізге, егер бірінші туып жатқан қыз болсаңыз, астыңыз жамбас сүйектерінің бәрі үлкейіп ашыла бастайды, ол дайындалады ол жалпы баланың шығуына. Сол жерлерде қышу сезімі болуы мүмкін, және ауру сезімі, тартып аурулар арасында сондай ауру сезімдері, шаншу сезімдері болуы мүмкін. Оның барлығы сол дайындалып жатқандықтан. Жаңағы судорогтардың бәрі дефицитті, кальций дефицитінен болады деп айттым. Және де егер сіздің бүйректеріңіз, көп қыздарда бүйректері ауырады, сол туралы айтып кетсем, бүйректің жағдайын немен тексеруге болады? Бүйректің жағдайын жаңағы жалпы мочаның анализінен, мочаның анализінде егер бактерия шығып жатса, немесе мутный деп жатса, немесе белок болып жатса, немесе қан болып жатса, ол кезде бүйректің ауруы болуы мүмкін. Жаңағы белдің ауруда бүйректің ауру сезімнің аурудың бір белгісі болуы мүмкін. Көбінесе белім ауырды деп жүреді да, ауырып тұрған бүйрек екенін білмей қалады. Сондықтан соны анализдер тапсыру керек, мочаның анализін көбінесе.
бас ауру неден болады? Көбінесе бас ауру қыздар жаңағы қан, сізде қан обороты көбейді ғой, қанның айналуы көбейді, жаңағы сіздің қан қысымыңыз төмендеді, сондықтан бас айналу, бас ауру сезімдері содан болады. Көбінесе гормондық, сізде өте гормондық, неше түрлі гормон, баланың сақтап қалатын гормондар, әйелдің гормондар бұл жақта шатасып үлкен бір күйзелісте организм, былайша айтқанда. Сондықтан жаңағы бас аурулары болып тұруы мүмкін. Және қыздар, УЗИде не көре аламыз? УЗИді сіз әрине баланың өскенін көреміз 12-ші аптада. Егер 15-ші аптада жасайтын болсаңыз, баланың барлық қол аяғын көресіз, омыртқасын көресіз, жаңағы баланың жалпы қимылдарын көресіз, көзінің барлық бет әлпетін көресіз. Және де қыздар, көбінесе балаларда қандай мен сұрап жатады, қыз ба ұл ма осы 15 аптада білуге бола ма деп. Әзірге ерте, 16-ші аптада кездесеміз, өзі айтам, бола ма болмай ма. Көбінесе егер жақсы аппарат болса 16-ші аптада көруге болады. Сол қыздар, 16-ші аптада кездесеміз. Менің күнтізбелеріме лайк қойып отырыңыздар, және де өздеріңіздің ойларыңызды айтып комментарийда қандай сіздерде диагноз қойып жатыр, немесе қандай алып қосуларыңыз бар деген сияқты комментарийда өз ойларыңызды білдіріп отырыңыздар. Әрине лайк қойыңыздар, және де мен инстаграмға жазылыңыздар. Сау болыңыздар.